Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін өнер алды қызыл тіл және қарлығаш әулие туралы өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді қолдана отырып, нақыл сөздерді пайдаланып, сөз өнері туралы ойын айқын жеткізуге және шығармашылық жұмысын сурет түрінде ұсына білуге үйрету. Бүгінгі тақырыпта Төле би және оның қалай қарлығаш әулие атанғандығы туралы білетін боламыз. Төле би қазақтың үш биінің бірі. Ол 1663-1756 жылдары аралығында өмір сүрген. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірінде туған. Бала күннен жас Төле әкесіне еріп жүріп, ел көреді, жұрт таниды. Қазақ халқының ақындық, шешендік өнерінен тәлім алады. 15 жасынан ел билігіне араласып, ақыл-парасаттылығы, әділ шешімі, шешендік өнерімен көзге түседі. Шығыстың аңыз әңгіме, қисса дастандарымен еркін меңгерген. Халықтың әні мен күйін, ақындық өнерін құрметтеген. Өз заманында қарлығаш әулие, қарлығаш би атанады. Қанекей балалар, енді үшінші тапсырмаға зер салайық. Бұл тапсырмада Төле бидің қалай қарлығаш әулие атанғандығы туралы білеміз. Қарлығаш әулие ел ауған ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жұқпапты, қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрапты. Шаңырағыма бір бейкүнә қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан суы басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылдан шақпақ болғанда қызғыштай қорғаған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым, дейді дана Төле би. Bir ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын, Төленің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Балалар, осы мәтіннен Төле би туралы не білдік? Ол қандай адам? Дәптерімізге жазып алайық. Жарайсыңдар. Келесі сабақта қарлығаш әулие туралы өз ойларымызды айтамыз. Үйге тапсырма 6-7 тапсырмалар. Бүгінгі сабақты назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.